Балам, атаң да қартайды. Оның қос салып саят құратуын. Дәурен де көзден бұл ұшты. Ертеде жәлайыр шора деген айтулы құсбегі болыпты. Сізден де ұқты болғаны ма? Әлбәтті қарағым. Тәуба. Маймен сылаған бала жел болмайды, жетпе болмайды. Баланы сылау өсірет, қарды қылау өсірет дейтін әжелеріміз көріп ал міне. Ана жағына шығып қолдауым. Бесте жатқан бала бесте өттейді. Денесіне дәрет өткеніне таза болады бала. Ақау керім, бұрам келім, күнде жойым, күнде той, жүрген жерім ай. Наурыздың осы бір қасиетті жосынын біріміз ескерсек, біріміз ескере бермейтін шығармыз. Солқылдаған жас шыбық, келешекте бәйтерек болып ұрпақтарға сая болғай. Атадан мал қалғанша тал қалсын деген. Бір тал кессең, наурызда 10 тал ек деген. Наурыздың алғашқы күнін осындай игі істерменен бастаған балаларым. Өс, көкзеңгір аспанмен бойталасып, мәуелей бер. Өс. Балам, көрдің бе, сен де осы талдай мәуелеп бірге ержетесің. Армысың қайырымды күн ана, кеудесі түкті, жаны бар өсімдікке жүкті, қасиетті жер ана, қоттары жарылға. Наурыз жыл басы, күн мен түннің теңелген, жаңа бір тыңтырлықтың басталған күні балам. Наурыз жайлы мынадай бір аңыз бар. Ертеде Ұлытауды мекендеген қалың қауым ел болыпты. Сол елдің ішінде ардақты бір ана болыпты. Ол кісіні бүкіл елі құрметтеп, Әуапа деп атайды екен. Әуапаңның Қыдыр деген, жар дегенде жалғыз ұлы болыпты. Қыдыры анасының ақыл тәрбиесінде көпшіл, еңбекшіл, қайырымды болып ержеткен екен. Қыдыр қайда барса амандық болғысын, ақ жол болғысын, ақ жолтай арыс атаныпты. Әуапаң Қыдыры ұзақ сапар, алыс отарға шыққанда аман келуін күтіп, наурызды 4 көзімен күтіп, тілеу көже жасап, көкке таратпақшы болыпты. Бізге жетіп отыр. Бізден сендерге, сендерден кейінгі ұрпақтарға жалғаса береді балам. Басқа жілік салмай неге кәржілік саламыз? Кәржілік қолжіліктегі кәделі жілік. Төрге тартқан ситабақта баспен бірге жүреді балам. Кәржілік ел амандығы дейді. Амандық тілейді, бас сақтайды дейді. Үлкендер жастарға кәржілік ұсынғаны, жастарың ұзақ болсын, аман болайық дегенді білдіреді екен балам.